Армысыздар, ассалаумағалейкум, қадірменді отандастар. Қазақстан мұнайының 80%-ын шетелге тасымалдайтын Каспий құбыр консорциумы Украинаға қарсы халықаралық сотқа шағымданбақ. Биыл ақпанда КК-ның Кропоткинская мұнай айдау станциясына Украина дронмен шабуыл жасаған еді. КК сол шабуыл кесірінен 18 миллиард теңгедей шығын келді деп мәлімдеген. Халқым Джакишевтің айтуынша, бұған Тоқаев айтып жүргендей кінәлі мүлдем Украина емес. Украина ол елін қорғап жатыр, ал нағыз кінәлі бүкіл мұнайымызды Ресейге бере салған Қалмақ Назарбаев пен оның жалғастырушысы Тоқаев. Халқым, егер сізде Джакишев сияқты мұнайды Ресей емес, басқа елдер мен Каспий теңізі арқылы тасу керек десеңіздер, лайк басыңыздар. Түркия, Әзірбайжан мен Трамп бұл бастаманы қолдап отыр. Арнамызға жазылуды ұмытпаңыз, ал біз жалғастыра берейік. Процедураны бастап кеттік. 18 маусымда Ресейдің Санкт-Петербург қаласында өтіп жатқан экономикалық форумда Каспий құбыр консорциумының КК бас директоры Николай Горбан консорциум Украинаның үстінен халықаралық сотқа шағымданатынын мәлімдеді. Оның сөзінше, КК халықаралық құқық субъектісі болмағандықтан халықаралық сотқа тікелей жүгіне алмайды. Бірақ шағым түсіруге мүмкіндік беретін процедура бар. Біз оны бастап кеттік, деді Горбан. Биыл ақпанда Ресейдің Краснодар өлкесіндегі Кропоткинская мұнай айдау станциясына түскен дронның кесірінен мұнай айдайтын жабдық бұзылған. Оны жөндеуге бірнеше ай кеткен. Дрон шабуылын Украина мойнына алған. Станция оккупациялық күштерге отын тасымалдауда шешуші рөл атқарады. Шабуылдан кейін олар істен шықты. Бұл агрессорды отынмен қамтамасыз етуді едәуір қиындатты деп мәлімдеген. 24 наурызда Ресей Украин дрондары осы құбырға екінші рет шабуылдағанын, бірақ шабуыл сәтсіз болғанын айтты. Каспий құбыр консорциумынан негізінен қазақ мұнайы тасымалданғанымен, консорциум активінің 24%-на Ресей, 19%-на Қазақстан иелік етеді. Қалған ірілі-ұсақ акциялар батыстың бірнеше ірі мұнай өндіруші компаниясының еншісінде. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров әлгі шабуылды Қазақстанның энергетика инфрақұрылымына тікелей жасалған шабуыл деп атап еді. Кейін қазақстандық бірнеше депутат та Украинаның мұнай құбырына жасаған шабуылын агрессия деп айыптап, оны жауапқа шақыруға үндеген. Қазақстан осы құбырға 21 жыл арқа сүйеп келді. Бірақ 2022 жылы Мәскеу Украинаға басып кірген соң жағдай өзгерді. Құбыр өтетін Қара теңіз соғыс аймағына айналды. Украинаның теңіз дрондары Новороссийск терминалына жақын жерге шабуыл жасап, қазақ мұнайының тасымалдануына қауіп төнді. Қазақстан бюджеті мұнайға тәуелді. Қазынаға түсетін кірістің 55-65% мұнайдан келіп отыр. Қазақстан 2024 жылы өндірілген 87 миллион тонна мұнайдың 63 миллион тоннасын, яғни 80%-ын Еуропаға осы Каспий құбыр желісі арқылы тасымалдаған. Каспий құбыр консорциумының жұмысы бір айға тоқтаса, бюджет 250 миллиард теңге кірістен айырылады. Бұл 1200 орындық 78 мектеп салуға жұмсалатын сомамен пара-пар. 26 наурызда Қазақстан сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары Ақан Рахметуллин қазақ мұнайын тасымалдайтын құбырға жасалған шабуыл бойынша Астана Украина билігінен түсінік беруді сұрағанын хабарлады. Басылымдар Қазақстан бұдан соң да бірнеше рет Киевке шабуыл жөнінде сұрау салғанын жазды. 9 маусымда сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров Украина шабуылдар жөнінде әлі түсінік берген жоқ деп мәлімдеді. 19 маусымда Азатты Қазақстанның энергетика министрлігі мен КК-да Қазақстан атынан үлескер Қазмұнайгаз ұлттық компаниясына хат жазып, консорциум басшылығының Украинаны сотқа бергелі жатқаннан хабардарсыздар ма? Бұл шешім қабылданарда Астананың пікірі ескерілді ме? Қазақстан Киевке қарсы арызды қолдайма деп сұра. Қазмұнайгаз жауап бермеді. Ал энергетика министрлігі сотқа жүгініп жатқан Қазақстан емес, консорциумның өзі деді. Қазақстанның энергетика министрлігінің жауабы: ең алдымен, қазіргі уақытта Каспий құбыр консорциумы арқылы қазақстандық мұнайды тасымалдау мен тиеу жұмыстарын әдеттегі режимде және толық көлемде жүзеге асырып жатқанын хабарлаймыз. Оператордың мәліметінше, Кропоткинская мұнай айдау станциясындағы барлық қалпына келтіру жұмыстары аяқталған. Құбыр жүйесі қалыпты жұмыс істеп тұр. Қазақстан тарапынан мұнай қабылдау немесе айдау бойынша шектеу жоқ. Залалды өтеу үшін талап арыз беру туралы шешім. Халықаралық коммерциялық ұйым ретінде консорциум менеджментінің операциялық мәселесі. Компания активтерін қорғауға бағытталған бұл шешім консорциум басшылығының құзыретіне кіреді және акционерлер деңгейінде талқыланбаған. Қазақстан Республикасы бұл корпоративтік шешімді қабылдау процесіне қатысқан жоқ. Каспий құбыр консорциумында болған оқиғалар Қазақстанға тікелей қаржылық шығын әкелген жоқ. Өйткені бұл экспорт көлемінің қысқаруына немесе тасымалдың тоқтауына себеп болған жоқ. Консорциумы басшылығы айтқан 2,7 миллиард рубль көлеміндегі залал тек Ресей Федерациясы аумағындағы консорциумның өз инфрақұрылымын қалпына келтіруге кеткен шығындар. Нәтижесін күтейік. Сенат мүшелерінің пікірі: Ресейдің басқыншылық соғысына қарсы тұрып, өзін өзі қорғап отырған Украинаны сотқа беру
Оған Қазақстанның араласуы қаншалықты әділетті болады? Каспий құбыр консорциумы басшысы айтқан сот жөнінде Қазақстан парламенті сенатының депутаттарынан пікір сұрадық. Дархан Қыдырәлі, сенат депутаты. Бұған дейін Қазақстан сауалын жолдаған. Бірақ оған әлі жауап алған жоқпыз. Қазақстан сол жауапты күту керек деп ойлаймын. Бұл ортақ консорциум, ол жерде Қазақстан ғана емес, шетелдік ірі үлескерлер де бар. Сондықтан сыртқы істер министрлігі мәселені халықаралық деңгейде келісіп шешетін шығар. Сұлтанбек Мәкежанов, сенат депутаты. Біз бейбіт мемлекет болғандықтан көрші елдермен, басқа да мемлекеттермен жақсы қарым-қатынас саясатын ұстанамыз. Кешегі үлкен форум 18 маусымда Астанада өткен Орталық Азия-Қытай екінші саммиті мемлекетаралық жоғары деңгейдегі кездесу соның бірден бір дәлелі. Ал енді әртүрлі квазимемлекеттік секторлардың сотқа беру мәселесі олардың өз тарапынан қаралуы керек шығар. Сондықтан сотқа беру мәселесін мынау дұрыс е бұрыс деп айта алмаймын. Нәтижесін күтейік. Қандай құрылым, қандай ел, қандай жер болсын, барлық мәселе бейбіт жолмен шешілуі керек. Амангелді Толамисов, сенат депутаты. Негіз болғаннан кейін сотқа беріп жатқан шығар деп ойлаймын. Нақты мәліметтерді сол соттың шешімінен кейін көретін шығармыз. Ал бұл болған оқиғалар біздің мұнайдың тасымалдануына үлкен кедергі болған жоқ, барлығы қалпына келтірілді. Ол туралы да ақпараттар айтылған. Андрей Лукин, сенат депутаты. Қалай болғанда да, Қазақстан ең алдымен өз мүддесін қорғайтын мемлекеттік саясат жүргізеді. Белгілі бір мәселелерді арбитраж немесе халықаралық соттар арқылы шешу қажет екенін көрсететін тәртіп пен халықаралық тәжірибе бар. Бізде ақпаратты бақтан алып отырмыз. Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілдері бұл жағдайға қатысты түсініктеме берді. Сондықтан бұл тұрғыда ұстанымымыз толығымен сәйкес келеді. Осыған байланысты біз халықаралық сотқа жүгіну арқылы белгілі бір мәселелер қаралатынына сенеміз. Бұл өз мүдделерін халықаралық деңгейде қорғауға бағытталған мемлекетіміздің саясатына сай келеді. Бұл мәселеге қатысты басқа қосарым жоқ. Қазақстанға Путин көмектесе ме? 19 маусымда шетелдік бақ өкілдерімен кездескен Ресей президенті Владимир Путин Қазақстанның мұнай экспорттау үшін К құбырына балама жол іздеп жатқанына қарсы емес екенін айтты. Путиннің сөзінше, қазір Қазақстан мен Ресей мұнай мен газды үшінші елдерге жеткізуде жаңа логистика бағыттарын бірге ойластырып жатыр. Қазақ мұнайының негізгі бөлігі Ресейден өту себебін Совет кезінде құрылған жүйемен байланыстырған Путин Қазақстанның басқа жол іздеуіне көмектесеміз дейді. Білесіздер, экспортқа шығатын қазақстандық мұнайдың негізгі бөлігі Ресей Федерациясы арқылы өтеді. Мұнай Каспий құбыр консорциумы жүйесімен және басқа арналар арқылы өтеді. Қазақстан мұнайының барлығы дерлік Ресей арқылы экспортқа жөнелтіледі десе болады. Бірақ біз Қазақстанның әртараптандыруға мүдделі екенін түсінеміз және оған көмектесуге дайынбыз. Біз Еуропада бірге жұмыс істедік, әлі де істей береміз, деді Путин. Қазақстан мұнайының 80% Каспий құбыр консорциумы арқылы тасымалданады. Ұзындығы 5000 шақырым құбыр Қазақстанның теңіз кен орнымен Ресейдегі Новороссийск түбіндегі Қара теңіз терминалын жалғайды. Онымен мұнай айдау тез әрі оңай. 2022 жылы Мәскеу Украинаға басып кіргеннен бері түрлі себеппен Каспий құбырынан мұнай айдау тоқтап қала берді. 2022 жылдың наурызында құбыр жұмысы алғаш рет бір айға шектелді. Ресей мұның себебін Қара теңіздегі дауылдан кейін порттағы айлақ қондырғылары істен шықты деп түсіндірді. Бұл ақауды табиғи себеппен емес, Ресей қазақ мұнайын Еуропа нарығына жеткізуді қасақана шектеп отыр деген сарапшылар да болды. Құбыр жұмысы екінші рет тоқтауы Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Астана ДХР мен ЛХР-ды мойындамайды деген мәлімдемесімен тұспа-тұс келген. Осылайша 2022 жылы Ресей қазақ мұнайының құбыр арқылы экспортын 4 мәрте ішінара немесе толық шектеді. Батыс басылымдары Кремль бұл құбырды саяси ықпалын көрсететін құралға айналдырып алды деп жазды. Қазақстан билігі мұндай пікірді жоққа шығарады. Бірақ ел билігі 2022 жылдан бері шикізат тасымалдайтын балама жол іздеуді жеделдетті.